Сәлем арна көрермендері, қазақша тілді арнаның дамуына үлес қосып тіркелгенсіздер. Американдық кәсіпкер Tesla компанияларының негізін қалаушы Илон Маск Ресейдің жарты сағат ішінде ақш пен Еуропаны ядролық соққымен жоюға қабілетті екенін мәлімдеді. Ол бұл туралы Twitter парақшасында жариялады деп хабарлайды Адырна ұлттық порталы. Ресей жарты сағаттан аз уақыт ішінде ақш пен Еуропаны ядролық соққымен толығымен жоя алады. Және керісінше, көптеген адамдар бұл туралы білмейтіні таңғаларлық деп жазды ол. Маск мұндай қаруды қолдану ақылсыздық болатынын, бірақ оның айтуынша өзін осындай жағдайға жеткізу ақылсыздық болатынын атап өтті. Айта кетейік, 2 күн бұрын Ресей басшысының орынбасары Сергей Рябков ақш Украинадағы қақтығысқан неғұрлым көп қатысса апатты салдарға әкеп соқтыратын ядролық державалардың соқтығысу қаупі соғұрлым жоғары болатынын айтқан еді. Сондай-ақ Ресей батыс Мәскеуді жаппай қырып жою қаруын қолданғысы келетіндігін бірнеше рет атап өтті. Ал Ресей батыс астанасының ядролық риторикасына қатыспайтынын айтты.